Сәлем қыздар. Бүгін біз Рафаэлло тортын дайындаймыз. Негізі Рафаэлло тортының варианты көп. Неше түрлі вариантта бар. Соның бір қолжетімді бағамен, өнімдері қолжетімді, жасалу оңай бір түрімен бүгін сіздермен бөлісемін рецептімен. Бірінші, менің әдетім бойынша мына кальцоны фольгаға орап алам. Бұл 22 диаметр бізде. Орап дайындап қоямын. Сонан кейін барып торт жасау, бисквит жасауға кірісемін. Мына орап дайын. Оны көрсетудің қажеті жоқ. Сіздер бәріңіз білесіздер. Мен 2 қапта орайым фольганы. Егер фольгам жұқа болса 2 қаптаймын. Қалың фольгалар болады, ол кезде 1 қаптайсыз. Бұл дайын тұрады. Енді кірісетініміз, менде планетарный миксер емес, мынандай ручной миксер болғандықтан жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламын. Сонда жақсы көтеріледі қамырыңыз. Егер планетарный миксер болса, оны бөлудің қажеті жоқ. Сары мен ағы осы бірден ете берсеңіздер болады. Бүгін Рафаэлло тортының бисквитіне қосамыз 6 жұмыртқа. Так, жұмыртқамызды сары ағын жүр. Бөліп аламыз. Бисмиллах. Қыздар, мына мен белокпен жылтоқты жұмыртқаны сары уызы мен ақ уызын айырып алдым. Қолымды, жұмыртқаны білесіздер, жуып, кірсабымен жуып, перчатканы енді кидім. Жаңа перчатка кимем, жұмыртқа жармас бұрын. Потому что мына перчаткаға жағылады. Так, енді сіздерге бір айтып кетейін. Сары жылтоқты жарғаннан кейін сіздер қантты ешқашан оған қалдырмаңыздар. Мына жерде 200 грамм қант. Мен сіздерге рецепттерін бәрін жазып кетемін. Не қосатындарын граммынан. 200 грамм қанттың где-то жартысын 100 грамм қосып, көпіргенше аппақ болғанша бұны взбивать етеміз. Қыздар, неге қант салысымен взбивать ету керек? Потому что бұның құрамы өзгеріп кетеді. Демде қант салғаннан кейін взбивать етіп қою керек. Қантты қалдырмау керек сары уызда. Қыздар, мынандай состояние болғанша взбивать етеміз. Қант ергенше. Енді кішкене шым-шым тұзбен белок взбивать етеміз. Қыздар, мына белокты мынандай құрамға дейін, осындай күйге дейін жеткіземіз. Былай неткенде, астынан төңкергенде түспеу керек. Осыған дейін взбивать етеміз. Енді мына сарыға біз ұнды қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Қыздар, енді сары уызымызға біз сүтімізді қосамыз. Сүт қосамыз. Араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Оны араластырып аламыз. Енді мына ұнымызды арасына разохритель уже қосып алдым. Разохрительмен араластырамыз ұнымызды. Енді ұнымызды жаңа неге қосамыз. Міне, біз ұнымызды араластырып атымыз. Менің мына ручной миксер негізі қатты араласып кетеді. Сіздерде егер жай араласатын несі болса, планетарный миксерлерде болады. Басқа насадкасы. Сонымен араластырасыздар.
Қыздар, негізі Рафаэлло торты ұнның орнына миндальный мука қосады ғой. Мен мына жерге миндальный муканың орнына кокосовый стружка қосып жатырмын. Сіздерде миндальный мука болса, миндальный мука. Кокосовый стружкамен. Белокты енді жақсылап жай араластырамыз. 2 массаны қосамыз. Жайлап араластырамыз, басылып қалмасын. Тестіміз астынан жоғары қарай. Мына көрдіңіздер ме? Мына бүтір-бүтір ол стружкалар. Уайымдамаңыздар. Миндальный мука. Бұның кремі де тек кокосовый стружкамен белоктан тұрады ғой. А біздің креміміз сәл басқашалау. Біз қолжетімді өнімдерден жасаймыз. Бірақ бұл сол Рафаэлло тортына өте жақын, соны вкусына. Пештеріңізді, өздеріңіз пештеріңізге қарай градусын өзгертесіздер. Біреуінде 180 жақсы қызады, біреуінде 175. Негізі мен 175 деп пісіремін. 175-180 осы аралықты ұстаңыздар. Қыздар, мұны енді осыны пешімізге қоямыз. Қыздар, міне бұл кешегі Рафаэлло тортына пісірген бисквитіміз. Піскеннен кейін пищевой пленкаға орап, салқын жерге 8 сағат, минимум 6 сағат тұру керек. Өздеріңіз білесіздер. Енді осыны қазір 3-ке қоржыға бөлеміз. Бисмилlah. Қыздар, мына пышақпен өлшеп аламыз. 3 жерден кесіп аламыз. Сосын жаймендеп. Қыздар, мына бисквитті кесіп алдым, 3 бөлікке бөліп. Енді кремін жасаймыз да. Мен кремный сливки, молочный гостиниц бүгін қосамын. Жақсы сливки, натуральный 33%-тен жоғары. Кейде мынадай крем чиз творожный пайдаланамын, немесе қалық пайдаланамын. Бүгін мына қалықпен көреміз да. Молочный гостиницімізді бірінші құйып аламыз. 240 грамм керек бізге. 300 грамм қалықтан саламыз сливкеге. Мен бірден бәрін взбивать ете берем. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Бірінші сливки взбивать етіп алса да болады. Қойылғанға взбивать етіп аласыздар. Мына жерде 300 грамм сливки. 300-350 грамм. Творожный сырдың орнына 20-25 граммдық сметана пайдалансаңыздар болады, қаймақ. Тек сливки, сосын сметана. Сливки мен творожный сыр мына жерде қыздар взбивать етіп аламыз. Қыздар, міне қойылғанша взбивать етіп алдым. Енді сгущенку қосам. Менде сгущенка без растительных жиров. Натуральный. Негізі деповский жақсы. Сгущенка где-то 250-300 грамм. Сгущенкамен араластырып аламыз. Қыздар, сосын бүгін менде кокосовый стружка және миндальный ұн. 10 грамм миндальный ұн, 20 грамм кокосовый стружка және миндальды өзі кішкене пышақпен майдалап алдым. Сосын пропиткасіне мына жерде сүт, кокосовый стружка және қант. Сүттің орнына сумен сгущенканы араластырса да болады. Дәмді пропитка болады. Біздің қоржымыз молочный болып есептеледі ғой, шифоновый емес. Сондықтан пропитканы қажет етеді. Сондықтан сочный, нежный болу үшін сондай пропитка жасаймыз. Қазір араластырып аламыз. Бұны тек енді взбивать етпейміз. Бұларды қосқаннан кейін
тек лопаткамен араластырамыз. Мынаны қосып араластырамыз. Одан кейін жаңғағымызды қосамыз. Егер миндальный мукаларыңыз сізде көп болса, мына жаңғақтың орнына тек миндальный мука салсаңыздар болады. Кокосовый стружка екеуін. Араластырып, үш қуыршаққа бөліп, қазір жағып шығамыз. Қыздар, енді қоржымыз жинаймыз. Тортты бірден мынандай подложкаға. Негізі мына подложкаңыз қатты болса өте жақсы болады. Енді ең астына бізде не кетеді? Бірінші беті кетеді. Ол үшін мына жерге мынаны сүртіп тазалап аласыздар да. Енді бірінші қоржды толамыз. Мен мынаны енді мешочекке салмаймын. Примерно көзбен дәлдеп бөліп салам әр қорждың арасына. Мешочекке салмаймын, потому что арасында жаңғақ бар. Біз қазір пропиткамыз жасаймыз. Мына салып аламыз примерно. Енді айналдырып жағып шығасыздар. Креміміз өте дәмді болу керек. Өйткені арасында көрдіңіздер ме? Дән бар, миндальный мука бар, сливки, творожный сыр, сгущенка. Сгущенка мен творожный сырдың орнына тек сметана мен сливки араластырсаңыздар болады. Ол да бір крем, жақсы крем. Тек сметананы ситыға салып қоясыздар түнде. Сонда ол суы кету керек сметананы. Қыздар, мына жерде 22 диаметрда қорж, сіз 24 жасасаңыздар болады. Бисмилла. Енді негізі кальцияда жинаса да түзу болады торт. Кальция салып жинаймыз қазір. Кальцияда жинасаңыздар торттарыңыз ровно болып шығады. Қыздар, мен жаңа пропитканы ұмытып кетіп тұрмын ғой. Мен мына түсіріп тұрған қызым айтпаса. Енді крем жағамыз, қыздар. Пропитка жасап алдық. Қыздар, үшінші қоржынды шығамыз. Үшінші қоржыға да пропитка жасаймыз, қыздар. Өйткені молочный не болғаннан кейін. Шифоновый бисквит болса егер, оған пропитканың қажеті жоқ. Қыздар, мына ағақ бұл кокосовый стружка. Мына пропитканың құрамын ішіне салдық, кокосовый стружка салдық, қант салдық, сүтке жасадық, сүтпен. Егер сгущенкамен су араластыратын болсаңыздар, қант қажет етпейді, тек кокосовый стружка жасап аласыздар. Болды. Енді мынаны кальцияда тұрсын біраз. Минимум 4-5-6 сағат. Содан кейін сыртына крем жағамыз да, кокосовый стружкамен қаптап шығамыз. Енді Рафаэлло тортымызды оформлять етеміз. Сыртына кокосовый стружкамыз жағамыз. Кокосовый стружка жақпай тұрып, біз черновое покрытие дейміз бұны. Өйткені финишный покрытиесі бұны кокосовый стружкадан да.
біздің креміміз сол крем, ішіне жаққан крем. То же самое. Бәрін осыған жағуға. Қыздар, міне түзеуін жағып шығамыз. Қыздар, мынаның бәрі миндаль жаңғақтары. Осылай түзеп жағып шығамыз. Сосын стружканы, кокосовый стружканы себеміз. Оформлениені өз қалауларыңызша оформлять етесіздер. Рафаэлло тортына міндетті түрде кокосовый Рафаэлло конфетін қойған дұрыс. Мына қыздар, енді осыған кокосовый стружкамызды жағып шығамыз. Қыздар, енді оформление Рафаэлло конфеттерімізді қойып шығамыз. Қалауларыңызша Рафаэлло конфетін клубника қойса да өте әдемі болады. Қыздар, мына Рафаэлло конфетімен. Так, бәлеп. Қыздар, енді жан-жағына Рафаэллоны қойып шықпайын. Бағым миндаль жаңғақтарды қойып шықса. Мына қыздар, оформление болды. Қалай ойлайсыздар? Жақсы шықты. Рафаэлло торты дайын. Қыздар, міне сіздермен бір өзімнің жасаған лайфхак деймін, бөліскім келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Рафаэлло тортын жасағанда кремді бүкіл жерге бірдей равномерно жағу керек. Каждый раз қандай торт болсын, әр торт пісірген сайын бір өзіңнің неңді тауып атасың, мына жақсы істеу керек еді деп. Сол сияқты мына қараңыз. Мына ең шетінгі коржға кремді көптеу жағыңыздар. Сонда мына жер аппақ болып, онша тұрмайды, әдемі болып көрінеді.